Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге жалғыздың пайдалы қасиеттерімен бөліскім келіп отыр. Және де бір оқиғаны бөліссем сіздермен. Кедейдің жалғыз ұлы болған екен. Күліп ойнап отырған жерінен көз жұмған баланың қазасына қабырғасы қайысқан әке қайғыра оның неден кеткенін білгісі келеді. Сөйтеді де емші апарып баланың іш құрылысын ашып қарауға рұқсат береді. Емші баланың ұлтабанынан бір түйір ақ тас тәрізді затты алып шығып әкесіне ұстатады. Ол оның не зат екенін біле алмаған соң жанына тағып жүретін пышағының сабына тағып алады. Күндердің күнде қоңсыларымен бірге ата тағалап жатқан пышақ, атының аяғына жанған пышақ бастау басына тастай салады. Өз әбігермен құл-құйрығын тағалай береді. Міне ғажап дерсіз, жалбыз арасына барып түскен пышаққа тағылған қатты түйіршік сол сәтте еріп сала береді. Сөйтсе қайтыс болған баласы ешкінің етін майын жеп отырып, артынан бастаудан әкелінген мұздай суды сімірген. Содан барып ол майдың ұлтабарына барып қатып қалғаны анықталады. Сонда әкесі санын соғып қатты өкініпті. Әттең ай балам, жалбыз қайнатып, соның суын ыстықтай бергенімде баламның бұлай айырылып қалмас едім деп деп ұрыпты. Жалғызымнан емі сен екенсің ғой деп жалбызым қасиетіңді білгенде өлмес еді жалғызым деп жылапты. Сіздермен жалбыз туралы және жалбыз ағзаға пайдалы көптеген қасиеттер бар. Ең танымал өсімдіктердің бірі. Оның қасиеттерін ұзақ уақыт тізіп айтуға болады. Ең негізгілерін қарастырайық. Жалбызды қолдану аясы өте кең. Тамақ дайындауда және медицинамен қатар косметика өндірісінде және басқа салаларда қолданылады. Жалбыздың керемет жағымды хош иісі бар екенін бәрі біледі. Ол сусындар мен тағамдардың дәмін толықтырып қана қоймай, адамның жүйке жүйесіне тыныштандыратын әсер етеді. Жалбыз өте көп мөлшерде эфир майлары, илік және биологиялық белсенді заттар, глюкоза, фитоцидтер, майлар, каротин, минералды тұздар сияқты пайдалы компоненттерден тұрады. Бұл өсімдік С және Р дәрумендеріне бай. Өздеріңіз білетіндей, жалбыз құрамында ментал көп мөлшерде болады. Бұл элемент ауруды басатын қасиеттерімен танымал. Сонымен қатар оның антисептикалық және басқа да ментал жүрек бұлшықетінің жұмысын қалпына келтіретін, коронарлық тамырлардың кеңеюіне ықпал етеді. Жалбызды тіс ауыру кезінде қолдану тиімді. Әрине, тыныс алу жолдарының аурулары мен бронхитті емдеуде осы халықтың әдістің пайдалы қасиеттерін бағаламау мүмкін емес. Бұл науқастың жөтелгендегі жағдайын едәуір жеңілдетеді, тамақ ауруын жояды, жұтқыншақты жеңілдетеді және қақырықты шығаруға ықпал етеді. Жалбыздың бас сақинасын емдеу кеңінен қолданылатындығын бәрі біле бермейді. Шекеңізді жалбыздың кесілген жапырақтарымен сүрту жеткілікті, сонда ауырсыну басылады. Ал оның сергітетін жағымды хош иісі жүрек айнуды басады. Жалбыз майы ингаляцияға да өте тиімді. Асқазан, ішек жолдары ауруларынан болатын тәбет жоғалуы кезінде жалбыз қайнатпасы көп көмектеседі. Жалбыздың негізінде қайнатылған шайдың пайдалы қасиеттері көп. Ол керемет хош иіске ие және дәмі тіл үйіріп қана қоймайды,
Сонымен қатар күйзелісті басып, жүйке жүйесін тыныштандырады және ұйықтатуды жеңілдетеді. сіздерге болған пайдалы кеңестерім ұнап жатса, лайк басып тіркеліп қолдай кетіңіздер. Рахмет.